Бәріңізге сәлем. Бүгін осындай өте әдемі, оп-оңай дайындалатын, өте дәмді булочкаларды жасайтын боламыз. Ол үшін жылы сүтке, шекер және де ашытқыны қосып жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Содан кейін шым-шым тұз және де жұмыртқаны қосамыз, ерітілген сары майды құйып жақсылап араластырамыз. Електен біртіндеп ұнды өткізіп отырып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сонда бізде арасында түйіршіктер пайда болмайды. Қолға жабыспайтын қамыр пайда болған кезде тағы да бетін жауып, жақсылап көтерілгенше 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды жинақтап бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 11 бөлікке бөлдім және барлығын осылай дөңгелектеп алып, қолмен жаямыз. Қатты жұқа болып жайылып кетпеуі керек. Содан кейін сары май жағып шығамыз және де бетіне керегінше қантты себетін боламыз. Пышақпен ортасын кесіп шығамыз, соңына дейін жеткізбей кесуіміз керек. Сосын дәл видеода көрсеткенімдей орап, булочкамыздың формасын шығарып аламыз. Осылайша қалған булочкаларымызға да сары май жағып, қантын сеуіп ортасын кесеміз, содан кейін формасын шығарып, булочкаларымызды дайындаймыз. Пергамент қағазы төселген табаға салып, 10 минутқа қалдырып қоямыз. Оған дейін ұнға шекер және де сары майды қосып жақсылап араластырып, ұнтақ секілді қолмен езіп шығамыз. Ол булочкамыздың бетіне себуге қажет болады. Булочкалардың бетіне қызарып пісуі үшін жұмыртқаны жағамыз, содан кейін дайындап қойған ұнтағымызды толықтай сеуіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмі өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.